Қайырлы күн. Әдеттегідей біз өзіміздің тақырыптық тестіміздің бейне шешімін бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз толқындық оптика. Кеттік олай болса. Ең бірінші сұрақ: Ньютонның корпускулярлық теориясы қандай құбылысты түсіндіре алмады дейді. Енді Ньютонның корпускулярлық теориясы ол неге байланысты? Бөлшектік қасиетіне байланысты. Ол жарықтың шағылуы, сынуы, түсу, таралуы деген сияқты құбылыстарды өте жақсы түсіндірген. Алайда жарықтың толқындық қасиеттері, оның ішінде интерференция құбылысы мен дифракция құбылыстарын бұл корпускулярлық теория бізге түсіндіре алмады. Сол себепті оның басқаша бір нұсқалары қарастырылды. Жарықтың толқындық теориясын ұсынған ғалым ол бізге Гюйгенс болып табылады. Үшінші сұрақ: жарықтың толқын ұзындығы қысқарған сайын қандай қасиеті басымырақ байқалады дейді. Жарықтың толқын ұзындығы қысқарған сайын оның бөлшектік қасиеті басымырақ болады. Себебі толқын ұзындығы үлкейген сайын оның толқындық қасиеті, ал толқын ұзындығы кішірейген сайын ол бөлшектене бастайды. Былай айтқан кезде солай елестетсек болады. Оның бөлшектік қасиеті басымырақ болады. Жиілігі төртінші келесі сұрақ: жиілігі бірдей фазалар айырымы тұрақты толқындар қалай аталады? Олар бізде когерентті толқындар деп аталады. Жиіліктері бірдей, фазалар айырымы тұрақты. Жарықтың тосқауылды орағытып өту құбылысы қалай аталады? Ол бізде дифракция деп аталады. Алтыншы сұрақ: жарықтың бір ортадан екінші ортаға өткенде түрлі түстерге жіктелуі, ол бізде дисперсия құбылысы, жиілікке байланысты. Әртүрлі жиіліктегі сәулелердің әртүрлі бағытқа ауытқуы, оның дисперсия деп аталады. Жарықтың бір ортадан екінші ортаға өткенде түрлі түстерге жіктелуі неге тәуелді? Ол біздің жаңағы айтқан жиілігімізге тәуелді. Жиілігі үлкен сәуле ол көбірек бұрышқа ауытқиды. Сегізінші сұрақ: толықтауыш түстер дегеніміз не ол? Толықтауыш түстер дегеніміз ол біздің негізгі үш түсіміз. То есть үш түс бар. Ол бізде қызыл, көк, жасыл. Осы үшеуін қосқан кезде бізде ақ түс болады. Осындай ақ түстің қосындысы ақ түсті беретін түстер ол бізде толықтауыш түстер болып табылады. Тоғызыншы сұрақ: поляризация дегеніміз не ол? Ол поляризация дегеніміз жарықтың құрамынан белгілі бір бағыттағы, то есть белгілі бір жиілікті, белгілі бір жарықтың түрін бөліп алу құбылысы, ол бізде поляризация деп аталады. 10-шы сұрақ: жарықтың поляризацияның құбылысы ең алғаш қандай кристалда байқалды? Ол турмалин кристалы. Полироид дегеніміз не ол? Полироид дегеніміз ол тоже кристалдар, то есть поляризация жасауға арналған біздің кристалдарымыз полироидтар деп аталады тоже. 12-ші сұрақ: кеңістіктің қайсы бір нүктесіне геометриялық жол айырымы дельта 1-2 микрометр когерентті сәулелер түседі. Олардың вакуумдағы толқын ұзындығы 600 нанометр. Интерференция әсерінен осы нүктеде не байқалатынын анықтаңдар дейді. Есепті ауа сынып көрсеткіші 1,5 болатын шыны үшін шығарыңыз дейді. То есть екі түрлі вариант. Бірінші ауада болса, екінші шыныда болса дейді. Енді дельта тең болады, ол бізде К лямбда дегенді білдіреді. Біз осы жерден нені табуымыз керек? К-ны табуымыз керек. К-ны табатын болсақ, біз дельтаны лямбдаға бөліп тастаймыз. Ол 1,2 нано айналдыратын болса 1200 болады. 600 нанометр. К менде 2 деген шығады. То есть ауада. Демек ауада интерференция нәтижесінде К менде бүтін сан болатын болса, ол күшейеді. То есть жарық көбірек байқалады. Жарықтан өтседі ол жеріміз. Екінші жағдай: сыны көрсеткіші 1,5 болатын дейді. Біз білеміз, сыны көрсеткіші белгілі бір мәнге тең болатын ортаға өткен кезде ол жарықтың жылдамдығы сонша есе кемейді. Сәйкесінше толқын ұзындығы да сонша есе кемейді. Сонда бізде толқын ұзындығы қаншаға кемейді? 600 нанометр болды, 1,5 есе кемейтін болса 400 болады. То есть дельта бөлінген лямбда. Сонда біз не істейміз? 1200-ді бөлеміз 400-ге. Бізде 3 деген мән шығады. Сонда бұл жерде де бізде бүтін сан болғандықтан бұл жерде де бізде күшейеді. 13-ші сұрақ: арақашықтығы 240 микрометр екі когерентті жарық көздері экраннан 2,5 метр қашықтықта орналасқан. Экранда қара және ақ жолақтар кезектеп пайдаланып отырады. 5 см аралыққа 10,5 жолақ орналасқан дейді. Экранға түскен жарық толқынының ұзындығын есептеңіз дейді. Енді біз
мына ретін каны табуымыз керек. Арқашықтығы 240 бұл бізде неміз, дельтамыз. То есть былай бір жарық түседі дейді. Жарық түскен кезде экраннан қашықтығы мынау менде 2,5 метр дейді. Бұл жердегі 5 сантиметр. 5 сантиметралыққа 10,5 жолақ дейді. И осы жерден маған лямбдадан тап дейді. Лямбдадан табуым керек. Лямбдадан табу үшін не істеймін мен? Мына жерде менде қасында синус альфасы болады. Дельта көбейтілген синус альфа бөлінген к лямбда. Синус альфа дегенім мына осы жерде альфа болатын болса, синус альфа ол тангенс альфаға тең деп айта аламыз. Тангенс альфа деген қарсы жақтан катеттің ілгері жақтан катетке қатынасы, x-тің l-ге қатынасы. Сонда мен d-ны көбейтемін x-қа бөлемін l-ға, l-ға. 240 микрометр, оның минус 6-сы. Көбейтемін 5 сантиметрге, 5 оның минус 2-сы. Осыны бөлемін 2,5-ға, және де көбейтемін 10,5-ке. Енді осының барлығын есептейтін болсақ, бұл бізде қанша шығады екен? 240 көбейтемін 5, бөлемін 2,5, бөлемін 10,5. 45-те 7 дейді. 45-те 7, оның минус 8 дәрежесі, немесе 457 нанометр дегенді шығады. 457 нанометр. 14-ші сұрақ. Дифракциялық торда толқын ұзындығы 590 нанометр жарықпен жарықтандырғанда үшінші реттік спектр 10 градус бұрышпен көрінеді. Екінші реттік спектр 6 градус бұрышпен көрінетін жарықтың толқын ұзындығы қандай болады? То есть менде бұл дельта деген тұрақты, d синус альфа тең болады к лямбда. Осы жерден толқын ұзындығы 10 градуспен дейді. Екінші реттік спектрі. Осы жерде мен былай айтқан кезде дельтаны тауып аламын. Дельта ол менде к лямбда бөлінген синус альфа тең болады. Но к1 лямбда 1, к2 лямбда 2, синус альфа 2 дейміз, альфа 1. Осы жерден лямбда 2 керек маған. Синус 10 градустың мәнін тауып алайық. Синус 10 градус ол 0,173, 0,174. Ал синус 6 градусымыз 0,105. 0,105. Енді лямбда 2-ні табу үшін к1 лямбда 1, к1 дегенім ол менде үшінші реттік. 3, оны көбейтем 590-ға. Көбейтем лямбда 2 ол менде, синус альфа 2 ол менде 0,105. Соны бөлемін екінші реттік дейді, к2 2 и бөлемін 0,174-ке. Өзі 534 деген шығады. Бұл 534 нанометр деген сөз. Екінші реттік спектрі. Спектр осынша бұрышпен көрінетін жарықтың толқын ұзындығы 534 нанометр деген шығады. 15-ші сұрақ. Үшінші реттік дифракциялық спектрде толқын ұзындығы 490 нанометр болатын төңіректің реттік спектр сызығымен белсенетін сызықтық толқын ұзындығы қандай болады дейді. Мынау төртінші реттік болу керек, төңіректік емес. Мұнда 3 көбейтілген 490 тең болады 4 көбейтілген лямбда болады. Осы жерден лямбданы табамыз. Мынау менде 1470-1474-ке бөлем, 2-ке бөлетін болсам 735-ті 2-ке бөлуім керек болады. 2-ке қысқартатын болсам, бұны тағы да 2-ке бөлетін болсам 367,5 нанометр деген сөз. 16-шы сұрақ. 1 миллиметрде 100 сызық сәйкес келетін дифракциялық торда толқын ұзындығы 720 нанометр жарықпен жарықтандырғанда спектрдің ең үлкен ретін қалай көруге болады? То есть ең үлкен ретін табуымыз керек. Ол үшін біз бірінші к-ны тауып алуымыз керек болады. Дельта тең болады к лямбда. Бірінші к-ны тауып аламыз. Дельта дегенім бұл менде 1 миллиметрде 100-ге бөліп тастаймын. То есть 10 минус 3-ін 100-ге бөлемін. L-ға сол кезде менде d деген шығады. Бұл менде 10-ның минус 5 дәрежесі. К-ны табам, 10-ның минус 5 дәрежесін бөлемін 720 10-ның минус 9-ына. Сонда 10-ның 4 дәрежесі, 10-ге 10 мың, д бөлемін 720-ға. Шамамен 14, к менде 14. К 14 болатын болса, жалпы ең үлкен реті 13 болады. Ең үлкен реті 13-те 8, бұл менде ең үлкен реті 13 болады деген сөз. 17
d синус альфа тең болады k лямбда үстіндегі формулалардан осыны қолданып табамыз. Синус альфа деген x бөлу l дедік. Орталық сызықтан бірінші сызыққа дейінгі қашықтықты біз x деп аламыз, е. То есть бір жарық көзінен жарық келіп экранға түсетін болса, мынау менде қашықтық, мынау менде x, мынау менде альфа. Осы x деген бірінші сызыққа дейінгі қашықтық. Синус альфа деген x бөлу l. Бұл жерден x табатын болсам, k лямбданы l-ға көбейтем, d-ға бөліп тастаймын. А d дегенім 1 мм-ді 125-ге бөлем деген сөз. K лямбда l бөлінген d. Бұл менде l бөлінген n үстіне шығып кетеді, е. И енді осыны орнына қойып шығарайық. K менде бірінші, лямбда дегенім 420 нанометр, ұзындық 2,5 метр, n деген 125, бөлемін 1 мм-ге. Мына жерден нанометр деп берген, значит, x-тің өзі 0,131 метр, немесе 13,1 сантиметр дегенді көрсетеді. 18-ші сұрақ. Дифракциялық тордың периоды берілген, екінші реттік қызыл сызығы ортаңғы сызықтан осынша сантиметр қашықтықта орналасқан. Тор мен экранның қашықтығы бар. Қызыл сәулелердің тоқым ұзындығын және екінші реттік спектрдің енін анықтаңыз дейді. Енді екінші реттік қызыл сызығы ортаңғы сызықтан осынша. Екінші реттік спектрдің ені дегеніміз 14/2, енді тоқым ұзындығын табайық. То есть d синус альфа дәл осы формуладан, то есть дәл мына формуламыздан біз керісінше лямбдадан табуымыз керек. Лямбдадан табу үшін не істейміз? xd бізде периоды бар екен, бөлеміз k-ға. X дегенім ол 14/2. Оны көбейтем 0,016-ға, бөлемін k екінші реттік, бөлемін тағы да ұзындыққа 1,5. 7/57, оны минус 4 дәрежесі дейді. Еще на жерде микро деген бар, оны минус 10 дәрежесі болады. Сонда менде қанша шығады? Лямбда дегенім 0,757, оны минус 9 дәрежесі болады деген сөз. 19-ші сұрақ. Толқын ұзындығы берілген, бірінші максимумды орталықтан осынша қашықтықта береді. Экранға дейін қашықтық 110 см, тордағы 1 см-ге сәйкес келетін штрих саны. То есть маған n керек деген сөз. N-ді табу үшін x-ті көбейтем мен ұзындығына 1 см-ге, бөлемін k лямбда l. X дегенім 3,3 см, оны көбейтем 1 см-ге, и оны бөлемін k-ға, бірінші максимум бөлемін лямбдаға, и бөлемін 1,1-ге. 0,05 дейді. 0,05. Мына жерде менде сантиметр болды, оның минус 4-ті. Мына жерде нано, оның минус 9-ы. Сонда үстінде 5, оның минус 7-сі, мына жерде оның минус 9-ы. Сол кезде 500 деген жауап шығады екен. Осымен біздің талдауымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.